Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинин Фараби News тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Артур Уланбекович тааныштырам. Саламатсыздарбы? Бүгүн Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинде Нурлан Аскар уулу Кыргызстандан келген студенттерге мастер-класс өтүүдө. Мастер-класстын негизи казак-кыргыз ортосундагы билим менен тажрыйба алмашуу болмокчу. Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде жыл сайын қысқы мектеп, жазғы мектеп дәстүрлі түрде өткізіледі. Ауқымы кең, халықаралық деңгейде өтеді. Әлемнің әр қиырынан бізге дәріскерлер қатысып, онлайн және офлайн дәрістерін өткізеді. Сондай-ақ бізге студенттер де келеді. Көрші елдерден биыл түркі халықтары, түркі тілдес бауырлас елдеріміз Қырғызстаннан 7 студент келіп отыр қысқы мектепке. Оларға бүгін мен шеберлік сағатын өткіздім. Студенттердің талабы таудай деп айтсақ болады. Білімге деген ұмтылысы, білсем, көрсем деген жақсы, ерекше. Сондықтан біздің шеберлік сабағымыз қызықты өтті. Ойлаймын, осы бүгін үйренген дүниелерін іске асырса, ары қарай ізденістерін тоқтатпаса, алдағы уақытта халықаралық деңгейдегі журналистер болады деп сенемін. Оларға тек қана сәттілік тілеймін. Бүгін біз Қырғызстаннан келген студенттермен таныстық. Енді алдағы уақытта осылай ғылыми жағынан Қырғызстандағы студенттермен бірге байланыста боламыз деген үміттемін. Бүгін өте қызық мастер-класс өтті. Ағаймен бірге сюжетті көрдік, басқа студенттердің сюжеттерін көрдік. Өте қызықты мастер-класс өтті.